Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен моңғол тамағы ұн қуырдақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі сәбіз, пияз, ет және де картоп өзіңіздің қалауыңызға қарай. Қазанымызға майымызды құйып, қызып тұрған майымызға етімізді осылай майдалап, қатты майдалап емес, әрине осылай біркелкі етіп турап алып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Сосын үстінен пиязымызды салып, оны да қызартып қуырып аламыз. Қызарып піскен пиязымыздың үстінен сәбізімізді, бір дана сәбізімізді осы палауға турағандай ұзын-ұзын турап, оны да кішкене қуырып аламыз. Тұз, паприка, дәмдеуіштерді өз қалауыңызша қосыңыз. Мен тұз қоспадым, себебі етім өте тұзды болғандықтан маған тұз жеткілікті болды. Біршама уақыт барлығын қуырып қозғап алып, артынан еттерімізді, масалықтарымызды көметіндей етіп, бір кесе суымызды құйып аламыз. Сосын қайнатып пісіреміз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Суымызға тұзды салып, бір жұмыртқа салып, қамыр илейміз. Илеп болған қамырымызды 10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымның июі қанғанша, мына жақта пісіп жатқан еттің үстіне қалған картопты салып, картопты піскенше қайнатып аламыз. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз, еттің қамырындай етіп. Сосын 4 бөлікке бөліп, оны духовканың көмегімен немесе табаның көмегіменен кептіріп аламыз екі шетін. 4 бөлігінде осылай жақсылап кептіріп аламыз, пісіріп жібермейміз. Әрине, кішкене ыстық табаға қойып, екі шетті де ауыстырып отырып қойып, осылай кептіріп алып, сосын өте майда кеспелерге кесіп аламыз. Мен өзім бір бөлігі кеуіп жатқан кезде екінші бөлікті турай бердім. Екінші бөлікті сосын кептіріп жатқан кезде үшінші бөлікті турай бердім. Осылай өзім үнемді уақытымды пайдаландым. Екі шеті де кепкен қамыр болғандықтан бір-біріне олар жабыспайды. Турап болған соң шашып жібересіз, жабыспайды. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all. Кесіп алған қамырларымыздың барлығын мына жақта қайнап тұрған суымызға, пісіп тұрған масалықтың үстіне біртіндеп орналастырып, 20 минутқа демдеп қоямыз. 20 минутта әдемі болып піседі, бір-біріне жабысып қалмайды, қамыр піспей қалмайды, себебі екі жағы кептіріліп жатқанның өзінде ол жартылай пісіп тұр деген сөз. Осылай дәмді, әдемі, ыстық тамақ шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше тағамдардың бірі. Дайын болған тамағымызды жақсылап араластырып, тарелкаларға салып, дастарханға тарту етеміз. Ас болсын. Достар, арнаға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Алдағы уақытта өте дәмді, қызықты рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын.